Қалада атқарылған шаруа көп, алайда кезек күткен өзекті мәселелер де жетерлік. Шымкент қаласы әкімдігінде қоғамдық кеңестің кезекті жоспарлы отырысы өтті. Жиында кеңес мүшелері қаладағы Абай ауданы әкімдігінің, сондай-ақ мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасының биылғы алғашқы жарты жылдықта атқарған жұмыстарының есебін тыңдады. Күн тәртібіне сәйкес бірінші Абай ауданы әкімдігінің биылғы әлеуметтік экономикалық даму барысы таныстырылды. Аудан халқы ауыз су, электр жарығымен 100% қамтылған, газбен қамтылу көрсеткіші 92,6%-ды құрап отыр. Былтыр екі елді мекенге газ жүйесі жүргізіліпті. 2024 жылы екі елді мекенде атап айтқанда Қайнарбұлақ тұрғын алабы мен Қайнарбұлақ саяжайын табиғи газбен қамту бойынша құрылыс жұмыстары аяқталып, газға қосу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы 8500 абонент бар. Нәтижесінде газбен қамтылған елді мекендердің саны екеуді құрап, ол 4,7%-ді құрайды. Баяндамадан кейін қоғамдық кеңес мүшелері аудан әкіміне сұрақтарын жаудырды. Мәселелер ойын алаңдары, көшелерді жарықтандыру мен қоқыс тазалайтын компанияларға қатысты болды. Мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасының да атқарған шаруасы кеңес мүшелеріне кеңінен жеткізілді. Шаһарда бұл саланың дамуы күннен күнге қарқын алып келеді екен. Қазір басқармаға қарасты 22 мәдениет ұйымы қала тұрғындары мен қонақтарына мәдени қызмет көрсетіп, 2537 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Басқармаға қатысты сұрақтардың алғашқысы мәдениет ұйымдарының әлеуетіне қатысты болды. Енді 22 мекеменің нешеуі өзін-өзін ақтап отырмын. Өзін-өзін қаржыландыруға шамасы келеді. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Сіздер келгелі бері осы қаланың көлемінде оптимизация дей ма? Бір ГККП-ны пайдаланып, анау КГО-ларды біріктіріп, сөйтіп, оны ақша табатын есебін ойластырып, солай бірлестік жасадық. Қазіргі кезде шетелдіктерге 1000 теңге, өзіміздің қала тұрғындарына, үлкендерге 600 теңге, оқушыларға 200-300 теңгеден қазір табыстау отыр. Қазір күніне қаншама 4-5 автобус туристер келеді, қытайлар келеді, басқа ұлттар келеді. Қазір кәдімгідей табыстау отыр. Бүгінде қаладағы 6 кітапхана 140 мыңға жуық оқырманға қызмет көрсетіп, 5 айда 11 мыңнан астам жаңа кітап қорымен толыққан. Жалпы кітапхана қорындағы 2 миллионға жуық кітаптың 3-тен бірі қазақ тілінде басылымдар. Ал 7 театрда биыл 33 премьера жоспарланса, қазірдің өзінде 16 жаңа қойылым көрерменге жол тартқан. 1000-нан астам репертуарлық спектакль көрсетіліп, 96 мыңға жуық көрермен қамтылған. Кенжехан Дүйсенбі, Нұрберік Тұрғын, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.